Өйткені қыз тәрбиесі бүкіл ұлт тәрбиесі деп атаймыз ғой. Қазақ өте текті халық. Ол бұрыннан бері қыз тәрбиесіне өте терең мағына берген. Қызды төріне отырғызған, ең дәмдісін қызға берген, ең әдемісін қызға кигізген. Өйткені қыз жат жұрттың адамы деп айтылған. Солай есептейміз, солай айтамыз. Сондықтан қыз өз үйінде не көрсе, сыртқа шыққанда соны түйеді деген мағынасы бар. Балалық шақта өтетін көрген, отбасында көрген нәрсені қыз үлкейген кезде соны көрсетеді сыртқа да. Өйткені ол қыз тек қана жай қыз емес, ол болашақ ана, болашақ жар, болашақ батагөй әже болады. Сондықтан өте мағынасы терең бұл қыздың тәрбиесі деген. Қазақ өте қонақжай халық, бірақ сол қонақжайлығымыз бізге кері әсерді келтіреді. Өйткені еліктегішпіз. Батыс бізді, Зейнеп апам айтқан екен ғой, Зейнеп Ахметова апамыз айтқан екен, батыс бізді шешіндірді, ал шығыс бізді тұмшалады деп. Сондықтан біз ортада тұруымыз керек. Өзіміздің ұлттық кодымызды ешқашан ұмытпай, соны сақтауымыз керек. Ұлттық код дегеніміз біздің бір ұлттан басқа ұлттан ерекшеленетін бір сипаттары. Оның ішіне біздің салт дәстүріміз, ұлттық аспаптарымыз, әдет ғұрпымыз, жырауларымыз, домбырамыз, аспаптарымыз, тағамдарымыз, тіліміз, дініміз бәрін құрайды ұлттық кодымыз. Сондықтан осы ұлттық кодымызды санасына кіргізу керек біздің қыздарымыздың. Соны ешқашан ұмытпай, біз араб емеспіз, біз шетел емеспіз, біз қазақ екенімізді ешқашан ұмытпағанбыз. Өкінішке орай 2012 мен 2015 жылдар аралығында қыздарымыз милар уланып, оның бәрі интернеттің салдары. Өйткені қазір деструктивті діни ағым деген пайда болды ғой бізде соңғы кездері. Міне сол деструктивті діни ағым жақтастарының ең белсенді құралы интернет, әлеуметтік желі болып тұр. Сол әлеуметтік желі арқылы біздің жастарымыздың, әсіресе қыздарымыздың миын улап, Сирияға аттандырған жағдай болды. Ол жерге барған кезде қыздар критическое мышление дейміз ғой, критическое мышлениелар жоқ болған. Олар көбінесе жаңа ер азаматтардың арқасында кете берді осы жаққа, соның соқыр сеніміне, соның соқыр сезімнің арқасында. Бүкіл сөзін, ер азаматының сөзін, ол ер азаматы да уланды осы интернет арқылы. Ер азаматтың сөзіне сеніп, сол жаққа аттана берді. Бірақ өздері критикасын, сыни ойлауды былайша қоспаған, ойланбаған. Ол жақта не бар? Мен не үшін бара жатырмын? Балдар шетте, балдарымды не үшін алып бара жатырмын? Деп адасып кете берді.